Мен Қазақстан азаматымын, атым бар болсын Айтжан қыз. Атажұртқа келіп отырмыз. Мына Серік жанымыз 4 айдың жүзі болып бара жатыр мінекей. Өз үйінде қамақта емес, анау Астанада жатқанына. Сол үшін Серік жанға кезде босатын сұраймыз. Ол үсте Серік жанымды қазақтың Қытайдағы жатқан қазақтар үшін гәне араша сұрау үшін, оның үстіне бір жихад деген бір сөз үшін гәне ұсталып жатыр екен. Қайдағы бір көре алмастық қитаршылардың кесірінен. Халықтың жанайғайы өкімет тыңдаса екен, Қасым-Жомарт Тоқаевқа, Қызыл Орғандарға Серік жанымызды босатсын. Бір мықты азаматымыз еді, өзі елдің қамын жеген, жетім жесірлерге көмектескен, ешқандай күнәсі жоқ, жазығы жоқ деп сенеміз. Үлкен аналар атынан, анасы ертінде Серік жанға араша сұрап тұрмын.